Диана Скатова Қырғызстанда Қосылайық иек ашты. Танымал тележүргізуші Қосылайық мега жобасының бұрынғы жүргізушісі Диана Скатова Қырғызстаннан жаңа тележобаны бастап жатқанын ресми түрде хабарлады. Ол Алматыда қырғыз әріптестерімен келіссөздер жүргізді. Жаңа Қосылайық 2 телеформаты бойынша талқылаулар жүргізді. Бұл жерде бір ойлы, есті сөздер болу керек еді. Бірақ ақыл айтқым келмей тұр. Жақында Қырғызстанға жол түсіп тұр. Мен үшін бір жақсы тәжірибе, қолдаушылармен кездесу мүмкіндігі. Күтіңіздер, қыздар, деп жазды Диана ханым. Аша Матай ханым Диананың осы жазуына өз көзқарасын білдіріп, ақ жол тіледі. Қырғызстанда Қосылайық жобасын ашу туралы бұған дейін де әңгіме болған. Тіпті өткен маусымның қатысушысы Айда жобаның бас редакторы болады дегенде әңгіме бар. Сондықтан Қырғызстанда Шах Керім мырза Аружан мен Аргеннің қатысуымен бір болайық жобасының ашылуы туралы да интригалар бар. Бұл сөздер шындыққа айналуда. Байқағанымыздай, Диана Скатова ханым Қырғызстанға жаңа Қосылайық реалити шоуын жүргізуге бармақшы. Сізге ақ жол, Диана ханым. Естеріңізге сала кетейік, Қосылайық бағдарламасының жаңа маусымы шумен басталып, телекөрермендер тарапынан қатаң сынға ұшырауда. Оның басты себебі Сұлтан Нұрбеков пен Диана Скатованың телекөрермендерге айтпай жобадан кетіп қалуы, олардың орнына бас редактор Альмира ханым мен бұрынғы жүргізуші Бутебайдың келуі. Альмира көп жылдар бойы осы реалити шоудың редакторы болды. Бірақ Альмира жұмысына қайта оралуы мүмкін. Оның орнына танымал жүргізуші Аша Матай ханым келеді деп күтілуде.